Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздермен қашықтықтан оқытудағы өзімнің іс тәжірибелеріммен бөлісейін деп отырмын. Біз математика сабағын көп жағдайда осындай слайдтың көмектерімен және білімнан сайтын қолданып, соның ішіндегі түрлі бейне сабақтарды оқушыларға көрсететінбіз. Және тағы басқа геогебра, мат-конструктор сияқты программаларды жиі қолданатынбыз. Сабақтың тақырыбы екі нүктенің ара қашықтығын табу, оқу мақсаттары берілген. Сосын сабақтың түсіндірмесі, ары қарай есептері беріледі. Слайдтың тақтасын қолдануға болады. Бірақ өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жерде жазу жазсақ, жазу тым әдемі көрінбейді. Және тақтаның көлемі тым кішкентай. Егер біз шығаратын есеп көлемі үлкен болса, бұл тақтаға сыймай қалады. Сол себепті мен өзімнің сабақтарымды келесі сайтта жүргіземін. Бұл сайттың аты Scratchwork. Енді жаңа бет ашамыз. Бұл жерде жазған жазуларыңыз өздігінен реттеліп отырады. Және түрлі фигураларды салуға болады. Текст жазуға да болады. Сосын бұрынғы істеткен тақтамызды қайтадан ашып көруімізге болады. Мұнда өздеріңіз көріп отырғандағыдай тақта шексіз кете береді. Көлемі үлкен есептерді шығаруға өте қолайлы. Жазықтықтағы тік бұрышты координата жүйесінде берілген екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын қорытып шығарайық. Яғни берілген нүкте бізде А және Б нүктесі болсын. А, Б нүктесінің арақашықтығын табу үшін біз алдымен А нүктесінің координатасын белгілеп аламыз. X1, Y1. Ал Б нүктесінің координатасы X2 де Y2 болсын. Сосын біз А, Б нүктесінен координата осьтеріне перпендикуляр жүргіземіз. Сол кезде қиылысу нүктесі С болады. Сосын бізде АБС тік бұрышты үшбұрышы пайда болады. Біздің табуға керекті АБ арақашықтығымыз қазір осы тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы болып тұр. Ондай болса, біз Пифагор теоремасы бойынша АБ-ның квадраты, яғни гипотенузаның квадраты тең болады АС-ның квадраты қосылған БС-ның квадраты болады. Бізге енді АС қабырғасының ұзындығын табу керек. АС қабырғасының ұзындығы X1, X2 деп беріледі. Мысалы, X1-іміз 2 болсын, X2 5 болсын. Ондай болса, 2-ден 5-ке дейінгі арақашықтық бізде 3-ке тең. Яғни 5-тен 2-ні азайтамыз. Ондай болса, X2 алынған X1 деп аламыз. Арақашықтық теріс сан болмайды. Оң сан болғандықтан біз оған модуль қойсақ болады. Немесе X1 азайтылған X2 деп алсақ та бола береді. 2-ден 5 алсақ -3, -3 модульдан +3 болып шығады. Арақашықтығымыз сонда асы 3-ке тең екен. Мысал ретінде. Б-сы бізде 3 деп алайық. 3-тен 7-ге дейінгі арақашықтық 4 болады. Яғни Y2-ден Y1-ді азайтуға болады. Б-сының арақашықтығын табуға болады. АБ-ның квадраты тең болады X2 азайтылған X1-дің квадраты қосылған Y2
азайтылған y1-дің ab тең бопқа азайтылған x1-дің квадраты қосылған. Осы екі формуланы қайсысын қолдасаңыз да AB нүктесінің арақашықтығын табуға болады. Ал енді осыған қатысты бір есепті қарастырып көрейік. Есеп бер. Енді бұл жерде бірінші оқу мақсатына негізделген ең қарапайым есепті оқушыларға түсіндіріп береміз. Және осыған қатысты есептерді білім сайтында көп. Солардың барлығын оқушыларға үй жұмысына беруге болады. Бұл есепте бізде көп қолданылады ABC үшбұрышының периметрін табу. Бұл жерде жеке-жеке қабырғалардың ұзындығын табамыз. Оқушыларға толық шығару жолы көрсетілген. Сосын үшінші есептен бастап орта деңгейдегі есеп. Бірінші, екінші есеп жеңіл қарапайым болса, үшінші есеп біраз күрделі. Ал жоғарыдағы үш есеп оқушыларға міндетті түрде оқу мақсатына жетуге керек болса, ал төртінші және бесінші есептер жоғары деңгейдегі оқушылардың өздігінен ізденуі үшін қызықты есептер болып табылады. Бұл есепте екі оқу мақсаты да қамтылады. Яғни, екі нүктенің ортасындағы нүктенің координатасын табуда қолданамыз. Екі нүктенің арақашықтығы тақырыбына қалыптасушы бағалау есептер жинағы құрастырылған. Және бұл тақырыпта кездесетін формуланың дәлелдеу шығару жолы бар. Сосын осы оқу мақсатына негізделген есептер жинағы құрастырылған. А деңгейінде, Б және С деңгейінде. Сосын олардың жауаптары берілген. Есептің шығару жолы төмендегі YouTube сілтемесінде толық түсіндірілген. Келесі оқу мақсатында бұған да дәл осылай формуланың қорытып шығару жолдары және деңгейлік тапсырмалар толық берілген.